Сәлем достар, бүгін кешкі асқа осындай керемет тағам дайындайтын боламыз. Бізге сары майдың жартысы керек болады, жылы су 1 кружка болады. Екеуін осылай араластырып алатын боламыз. Мен ыстық су қостым. Бір үлкен қасықпен тұз салу керек. Сосын разрехительді суғаннан кейін 2 ас қасық салатын боламыз. Сосын ұнды араластырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міндетті түрде бір қайтарып алуды ұмытпаңыздар. Әрі қарай бізге ет керек болады. Еттің майлылығы болса да, бірыңғай ет болса да бола береді. Осылай еттердің барлығын майдалап турап аламыз. Бізге картошка, жуа, сәбіз, капуста, чеснок керек болады. Осылардың барлығын майдалап, төртбұрышлап турап алатын боламыз. Бірінші ингредиент және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосып алыңыздар. Осылай барлығын араластырып аламыз. Міне біздің уже тағамымыз дайын болып қалды. Енді қамырымызға кірісеміз. Мен қамырды 8 бөлікке бөліп алдым. 7 бөлігін ғана пайдаландым. 1 бөлігін алып қойдым. Өйткені бетіне біз әлі қамырды жамайтын боламыз. Осылай дөңгелетіп аламыз. Сосын бетіне қасықтап 4 қасықтай қосып алғаннан кейін или 5 қасық болса да болады. Сосын осылай видеодағыдай жасап дайындап көріңіздер. Комментарий жазып, лайк басып, подписка жасап кетуді ұмытпайық достар. Каналдың дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті қосып араластырып алып бетіне жағатын боласыздар. Міне біздің тағамымыз дайын болып қалды. 40-45 минутқа пешке қойып алатын боласыздар. Міндетті түрде қарап отырыңыздар. Осылай кешкі ас дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Сау болыңыздар.